Сендерге мың рахмет. Немере алдарың ұрпақ жайып, тіпті кейбіреулерің немере де көрген шығарсыңдар. Мұның барлығы өмірдің заңы. Өмір өз заңын істейді, жан. Арамыздан 3 қызымыз, менің ағыласымнан 1 қызым кетті, 3 баламыз. Жатқан жері жанатта, топырақтары торқа болсын. Қабырғамыз қайсат, көрмегенімізге налим, жүрегіміз дірілдеп, соларды жоқтағандай болдым ба. Айтып та қалдым 1-2 ауыз сөзді. Мен айналайын, бұл да сендермен осылай тірідей қауышқаным өмірдің маған берген сыйы шығар мүмкін. Осыншама жас беріп, сендерді тірі көзіммен көргеніме қуаныштымын. Сендердің маған шен-шекпендерің қажет емес, 1 ауыз сөз, әкпе деген сөзің. Маған келінім оқып бергенде шай ішіп отырем, қоя сап жылап жібердім қуанғанымнан. Балаларым бар екен ғой, аман болсын деп, сол көзіме жас үйіріліп, немерелерім шошып кетті, не болды апа, не болды деп. Әй, мен де мұғалім болғанмын, менің де балаларым болған деп соларға түсіндірдім. Мен айналайын, маған мен ұялып отырмын. Ешнәрсе әкеле алмадым, ойымда болды. Әкеле алмадым. Өйткені, сол қалай маған 1 ауыз сөздің өзі жетеді. Баяғыда қазақтар әфенді болған ғой, 1 ауыз сөзді 1 айғырға сатып алдым дегендей. Жетеді сол әкпе деген сөз. Айналайын, қайда жүрсеңдер де, қайда болсаң